Сәлем достар, мен мынау кішкене сіздерге ақпарат бергім келіп отыр. Омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, комплекс омега-3 деп тұр мына жерде. Велософи витаминдері, мына жерде Хаспи, бұл международный стандарты качества. Одобрено Институтом питания Казахстана, рекомендовано Национальной ассоциацией диетологов, нутрициологов. Мына балықтың майы 5 есе сүзгіден өткізілген, нанотехнологиямен жасалған. Және бұның сыртындағы қабығы балықтың шегінен жасалады, сондықтан да бұл халал болып есептеледі. Және де бұл өте қымбат балықтардың таза етінің сығындысынан алынады. Анчоусы, сардины, форели, семга деген өте қымбат балықтардан алынған таза балықтың майы. Мынаның ішінде 60 капсулалар міне. Қазір акциямен 9500 теңгеден болып отыр. Негізі өзі 11500. Енді түрін қараңыздар. Көбісі мұны түсінбейді балықтың майын. Какая разница дейді? Разница большая, потому что мұны, во-первых, біздің капсулалар кішілеу, жегенге де өте ыңғайлы да. И сосын мына балықтың майы неғұрлым мөлдір болса, бұл соғұрлым таза болады екен. Таза, әбден тазартылған. Мына балықтың құрамында да тяжелые металлы, фосфор болады екен. Мынаны содан тазалап, мынандай керемет, мынаның ішіне салып дайындап берген. Күніге мынау 2 капсуласы 1 грамм. Суткасына 2 грамм керек. Егер үлкен адам болсаңыз 4 грамм, 4 капсула ішесіз. Балаға болса 2 капсуласын бересіз. Мен өзімнің немерелерім қазір осыны үзбей ішіп жатыр. Бұның алдында сұйық түсетін. Қазір енді мынау капсулаға ауысып кеттік, 2-ін берем балаларыма, 2 жасар балама 2 штугын берем, 7 айлық қызыма, немере қызыма 1 штугын берем. Бұны шайнап қояды, енді тамаша, тез ериді, тез қорытылады, өте жақсы. Аузыңызға салғаннан уже ери бастайды. Сосын мен байқағаным, балам енді өте ақылды болды қазір. Енді 2 жасар уже сөйлейді. Біз туылған кезде черепное давление, дисплазия деп берді бізге. Сосын келінім айттым, давай біз дәрі алмай қойсын, баланың асқазанын құртпай, одан да омега-3 именно мынау велософи витаминдерін берейік дедім. И сөйтіп осыны туылғаннан 2 айынан ба, 3 айынан ба мен мынау капсуланы тесіп, болмаса сұйығы бар лимонның дәмімен, соны аузына құйып отырдым баланың міне. Қазір сүйсініп ішеді, қанша берсеңіз де соншауын ішіп қоя береді. Себебі өте ұнайды да, жақсы көреді, әбден үйренді. Зато біз дисплазиямызда қазір жоқ, черепное давление деген вообще жоқ бізде, ешқандай ем деген жоқ, біз ешқандай дәрі ішкен жоқ, біз тек қана осымен. Зато қазір балам балпанақтай. Денсаулығы да өте керемет. Мынаны прям күніге ішіп отырсаңыздар, денсаулықтарыңыз супер болады.